Сабақтың тақырыбы ағаш сумен өседі. Сабақтың мақсаты тыңдаған материалдың мазмұнын түсінемін, сөздік қорды толықтырамын. Жаңа сөздер: үйдің, әрине, мектептің, әлбетте, орындалады, төңірегі, айналасы, келемін. Жаңа сөздермен сөз тіркесін құра. Үлгі: мектептің айналасы. Мәтінді тыңда. Біздің мектеп үлкен. Мектебіміз 2 қабатты ғимарат. Мектеп айналасы тамаша. Әрине, жыл сайын мектеп айналасына ағаш отырғызамыз. Биыл шырша мен алма ағаштары отырғызылды. Барлық жұмыс, әрине, оқушылардың қатысуымен орындалды. Балалар ағаштарды суарып, айналаны тазартты. Оқушыларға мектеп ауласы ұнайды. Мәтінге сәйкес келетін 2 тұжырымды белгіле. Жазылым тапсырмасы. Тірек сөздерді пайдаланып, тыңдаған мәтіннің мазмұнын әңгімелеп жаз. Тірек сөздер: шырша, мектеп айналасы, ағаш отырғызылды, әрине, ұнайды, 2 қабатты. Бағалау дескрипторы: тыңдаған мәтін мазмұнын жазады, тірек сөздерді дұрыс қолданады, сөйлем құрылымын сақтайды. Үйге тапсырма. Кел жаттайық. Бағдәулет Төлебаев. Жақсылықты қолдаймыз, табиғатты қорғаймыз, тал егеміз бақтарға, айналасын қоршаймыз.